Міне бүгін қарта пісіреміз. Бір жылқыдан 4 қарта шығады. Міне қартаның айналдырып, ішіне майын ішіне қаратып, сыртын мінекей зубочисткамен байлап қоямыз. Міне бір қарта, мына екінші қарта, мына үлкен қартасы. Мына үшінші қарта, мына төртінші қарта. Міне 4. Бір жылқыдан 4 қарта шығады. Майы дегені керемет мінекей. Міне майы. Майын айналдырып мінекей. Ішіне жіберіп, міне аппақ мінекей. Қаншама жудық, міне бәрі несі май. Майын ішіне салып, сыртын зубочисткамен етіп, енді бұны қазанға қайнатамыз. Далада қазанда піседі. Міне қартамызды жуып алдық, енді қазанға саламыз. Пісіреміз енді. Бісміллә. О, тамаша әдемі піседі осылай жады. Міне пияз саламыз, тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Иісі әдемі болады. Міне лавр жапырағын саламыз. Болды. Қақпағын жауып, бір қайнағаннан кейін қазір көбігі шықса көбігін аламыз, сосын тұзын көреміз. Тұзын көреміз. Тұзы жақсы екен әдемі. Татыған. Тұрсын сол. Мынау әйдік екен бөліп тастайық. Қартамыз әйдік болып жатыр. Ортасынан бөліп жатырмын. Майы дегенің прям масқара. Майы керемет. Бөліп тастасам, бөліп тастасам. Мына майды қарап прям масқара. Семіз. Міне қартамыз пісті. 3 сағаттай пісірдік далаға қазанға. Енді қазір дәмін көрейік. Қалай болды екен. Бұрышы бәрі. Жұмсақ шар. Ал көреген дәмін түседі. Піскен шығарып. Бісміллә. Тұзы бәрі әдемі. Тұзы да әдемі. Тұзы әдемі. Бұрышы да бәрден яқтыр. Жақсы. Майы да. Майы бәрі ішінде мінеке тұр. Енді піскен кезде шығады ғой, бетіне майы шығыпты шамалы. Бұлай ішінде майы мінеке бәрі ішінде тұр мінеке. Мына бір үлкен қартамызды бөлдік. Мына біреу екеу үшу. Мына тұтас қарта 4 қарта. Бір жылқыда 4 қарта болады. Осылай істеңіздер. Біздің каналды қараңыздар. Неше түрлі қазақтың тағамдарын пісіреміз. Біздің каналға жазылып, лайк қосып, комментарий жазыңыздар. Қарағандарыңызға рахмет.